Бүгін біз сіздермен Arduino негіздері курсын кезекті сабағына көргеніңізге қуаныштымыз, және бүгін сіздермен өте қызықты проектіні бірге жасайтын боламыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы лазерлік қауіпсіздік жүйелері, лазер security системаны бірге жасайтын боламыз. Бүгін біз сіздермен тағы да қызықты проект пен эксперимент жасау үшін қайтадан жолығып отырмыз, және де бүгін сіздермен тағы да жолыққанымызға қуаныштымыз, өйткені бүгінгі эксперимент басқа эксперименттерден өте қызықты болады деген үміттемін. Өйткені бүгінгі тақырыптың негізі бойынша біз лазер security системді жасап шығаратын боламыз. Лазер security систем деп отырғанымыз, лазер security ол қауіпсіздік систем, жүйе деген сөз, яғни лазерлік қауіпсіздік жүйесін жасап шығаратын боламыз. Яғни күнделікті өмірде немесе кинода немесе рекламада көріп жүргендеріңізде лазерді жасау арқылы, лазерді қою арқылы көптеген музей мұражайларда көптеген құнды заттарды солай сақтайды, лазермен сақтайды. Өйткені лазерге адам тиген кезде, қол тиген кезде немесе күйіп қалуы мүмкін, немесе тағы да басқа дабыл орнатылуы мүмкін, тағы да басқа сол секілді көптеген қауіпсіздік жүйелері бойынша басқару элементтерін құрасақ болады. Көп сөзбай бүгінгі экспериментті бастайық. Онда бүгінгі эксперименттің негізгі құрал-жабдықтармен таныстырып өтейін. Күнделікті сіздер көріп жүргендеріңіздей бұрынғы эксперименттерге сәйкес ол бізде жалғағыш сымдарымыз, USB кабель, Arduino Nano микроконтроллері. Сіздерде Uno немесе Mega болатын болса, бәрібір кез келген Arduino'ның микроконтроллеріне жарайды. Және де біздегі макеттік плата тақтамыз қажет болады, брейдбордымыз. Және де бүгінгі негізгі құрал-жабдықтармен, негізгі датчиктермен таныстырып өтейін. Датчик деген кезде ол бізде фоторезистор, яғни жарыққа тәуелді резистор, яғни жарық болған кезде. Және де біздегі бүгінгі негізгі құрал-жабдық ол бізде лазер датчигі. Лазер датчигінің лазердің негізгі үш аяғы бар. Бүгінгі эксперименттердегі негізгі датчиктердің үш аяғы бар. Және де базер ол бізде сигнал шығаруға арналған, яғни сигнализация дабылдатқыш ретінде қолданамыз, және жарық диоды. Жарық диодтың төрт аяғы бар, қарапайым төрт шықпасы бар, яғни RGB және ground. Және де негізгі мақсатын айтып өтейін. Бұл жерде қауіпсіздік жүйесін құру. Ол қауіпсіздік жүйесі бізде лазер фоторезистордың, яғни фоторезисторға жарық береді. Жарық берген кезде, яғни жарық берген кезде ол қауіпсіздік жүйесі бойынша лазер қорғайды кез келген нысанды. Сол кезде егер осы жерден бір адам өтпекші болса, немесе басқа тағы да басқа нысан өтпекші болса, онда дабылдатқышымыз бен жарық диодымыз, онда бізге жарық диодымыз қызыл түсті, дабылдатқышымыз сигнал беруі қажет. Бүгінгі негізгі эксперименттің принципі осындай. Олай болса, бүгінгі экспериментті бастайық. Бірінші біз брейдбордымызға жалғағыш сымдарымыздан үстіңгі минус пен плюсті жалғап алайық. Әуелі минус пен минусты жалғаймыз. Біріншіден біз ортаңғы бөліктен жалғап жатырмыз. Барлық бөлікті алмас үшін ортаңғы бөліктен минус пен минусты, плюс пен плюсті жалғаймыз. Плюс пен минусты жалғадық. Одан кейін енді бізге қажет болады. Ол 5 вольтпен жарық ground бөлігін, яғни біз брейдбордымызға тығуымыз қажет. Яғни брейдбордымызға макеттік тақтаға біз салуымыз қажет. Яғни біз қазір жарық диод емес, Arduino Nano микроконтроллерінен біз ground бөлігін минусқа, 5 вольтты плюсқа жалғаймыз. Яғни осы жерден тоқ барады, тоқ келіп мына бөліктен, мына жалғағыш сымдар арқылы мына бөлікке өтеді. Осы бөлікте арқылы жұмыс істеуімізге болады. Енді бізге бірінші фоторезисторды, яғни бұл жарыққа тәуелді айтып тұрғанда фоторезистор. Фоторезистордың біз бір аяғы, яғни үш аяғы бар. Сіздер көріп отырғандарыңызда, сіздерге көрінетін сол аяғы минус, оң жақтағы шеткі аяғы ол диджитал пинға немесе аналогтық пинға жалғануы керек. Ол
пиндарға жалғанады аяқтарына, және де ортаңғы бөлік плюске 5 вольтқа немесе тағы да басқа плюс кернеуге жалғануы қажет. Бұл бізде минус және плюсын жалғау үшін тағы бір сымды алайық. Минусын жалғау үшін, яғни біз көріп отырғанымыздай біз минусты жалғаймыз. Бұл жерде біздегі минусымызды минусқа, плюсті плюске жалғаймыз. Минусты плюске, плюске жалғайтын боламыз. Мен плюске жалғадым. Одан кейін бізде енді осы үшінші аяғы ол бізде digital, яғни сигналды алу үшін қажет болады. Яғни біздегі фоторезисторымыз кіріс сигналы ғой. Кіріс сигналын алады. Сондықтан да біз енді оны digital 12-ші пинға апарып жалғағымыз келіп отыр. Digital 12-ші пинға жалғаймыз. Digital 12-ші пинға апарып жалғадық. Және де біз енді базер дабылдатқыш басқару жүйесін қалыптастыру үшін базер модульді қолданамыз. Бұнда да сол жақ шеткі нүктесі минус, оң жақ шеткі нүктесі digital немесе аналогтық бөлікке деректер пиндарына жалғау үшін және ортаңғы бөлігі плюске жалғану үшін қажет болады. Осы жерден минусқа минусты жалғаймыз қазір біз. Және де осы жерден тағы бір сымдар алу арқылы минус плюске жалғайық. Және де базердің үшінші аяғын, оң жақ шеткі аяғын digital 11-ші пинға жалғағым келіп отыр. Digital 11-ші пинға жалғағым келеді. Digital 11-ші пинға жалғаймыз. Толықтай жалғап болдым. Енді бізге лазер, бізге ең қажетті болатын бұл лазер мен фоторезистор. Енді лазердің минус жағы ол оң жақта, керісінше, ал деректер алмасу пинына жалғанатыны ол бізде сол жағында, ортаңғысында плюс 5 вольтқа жалғанатыны бар екен. Сол үшін бізге минусты минусқа жалғау қажет болады. Және де бізде жалғағыш сымымыз ретінде тағы бір сымды алып плюске жалғасақ. Қара түсін минусқа жалғаймыз, жерге тұйықтаймыз. Ал нені плюсін плюске жалғаймыз. Және де біздегі деректер алмасу ол digital 10-ші пинға апарып жалғаймыз. Digital 10-ші пинға апарып жалғаймыз. Digital енді бізге жалғанбаған ең соңғы қалған ол бізде жарық диоды. Жарық диодының тек red және green, жасыл мен қызыл түсін жалғаймыз, және де ground бөлігін ғана жалғайтын боламыз. Бізде қызыл аяғын 9-шы пинға digital, және де жасыл аяғын, жасыл түсін біз 8-ші пинға апарып жалғайық. 8-ші пинға апарып жалғасақ. Ал groundты біз минусқа апарып жерге тұйықтайтын боламыз. Groundты жерге тұйықтаймыз. Жерге тұйықтауымыз қажет болады. Және де біз схеманы толықтай жасап болдық. Енді бізге USB кабелімізді жалғасақ болады. USB кабелді жалғаймыз. Енді осы
жасаған құрған схемамызды енді толықтай біз көрнекі ретінде система болу үшін біз қайтадан әдемі көрініске алып келуіміз қажет. Ол үшін бізге EasyLint-пен немесе сіздерге скотч қажет болады, және де үстін жабатын объектіні қараңғылайтын сіздерге коробка немесе тағы да басқа қараңғылау элементтерін жазсаңыздар болады. Біз енді осыны көрнекілеу үшін біз жабыстыруымыз қажет болады. Ол үшін бізге EasyLint-тер қажет болады, немесе скотчтар. Осы скотчты алу арқылы біз бүгінгі экспериментті жүргізетін боламыз. Негізгі көріп отырғанымыздай фоторезистор мен лазерді қарама-қарсы бетте қою қажет болады. Өйткені фоторезистор лазерден түскен жарық арқылы фоторезистор бізде қызады, яғни жарыққа тәуелді. Сондықтан да фоторезисторымыз бұл жердегі граундымыз ол бізде минусқа жалғануы қажет. Және де осының үстінен біз қараңғылау үшін біз енді осындай немен үстін жабатын боламыз. Үстін толықтай жапсақ болады. Arduino IDE платформасында бүгінгі проекттің скетчін жазатын боламыз. Негізгі біздің мақсатымыз бүгінгі проекттің скетчін Arduino IDE платформасында жазу, және де Raindrop деген біздегі скетч жазатын файлымызды ашып аламыз, және де осы файлға бүгінгі скетч жазатын боламыз. Бірінші бізде айнымалар жазып алу керек, яғни ол бізде константа болу керек, және де ол бірінші айнымалымыз, ол бізде фоторезисторге қосылған фото модуль, ол бізде 12-ші digital 12-ші пенге жалғанған айнымалымыздың аты фото модуль, оның типі integer деп беріп кетеміз. Одан кейін констант, екінші бізде айнымалымыз, ол констант, оның да типі integer тип деп алып, енді базар модуль деп айнымалымыздың атын береміз, оның типі integer, яғни бүтін типті, ол 11-ші пенге жалғанған, яғни 11 деп береміз. 11 саны ол бізде integer типті. Және де константы бізде үшінші айнымалымыз лазер пен. Лазер пеніміз біз digital 10-ші пенге жалғанған, оның типі integer бүтін типті, айнымалымыздың аты лазер пен. Одан кейін бізде RGB жарық диодымызды қызыл int redіміз 9-ші пенге жалғанған, ал жасыл түсіміз 8-ші пенге жалғанған болады. Дәл осылай айнымалар жазып болғаннан кейін, ендігі кезекте осы айнымаларымызды конфигурациялауымыз қажет болады. Лазер пенді, редті, гринді барлығын біз конфигурациялауымыз қажет болады setup функциясында. Setup функциясының ішіне кіріп, pinMode деген функциямызды жазу арқылы бүгінгі проекттің негізгі айнымаларын конфигурациялаймыз. Бірінші біздегі конфигурациялайтын айнымалымыз лазер пен. Ол бізде лазер, яғни жарық шығару керек, сондықтан бізде шығыс айнымалысы болып табылады, шығыс мәнді беру керек. Сол үшін output дегенді жазатын боламыз. Одан кейін pinMode келесі бізде жазылатын айнымалымыздың бірі базар модуль. Ол да тоже сигнализация дыбысты бізге жеткізу керек, сондықтан да ол шығыс мән. Оны да тоже output деп аламыз, өйткені бізге лазерге жарық түспеген, фоторезистор жарық түспеген кезде ол сигнализация беру қажет. Ол да тоже output болып табылады. pinMode екінші бізде red жарығымыз қызыл түспен жасыл түсімізде output болып табылады, өйткені бізге жарық көрінуі керек, сондықтан да шығыс айнымалысы болып табылады. Шығыс айнымалысы ретінде конфигурацияланады. Және де ең соңғы бізде конфигурацияланатын, ол бізде фоторезистордың фото модуль деп аталатын айнымалымыз, ол бізде кіріс мәні болып табылады. Яғни сол кіріс мәні арқылы біз лазердің қауіпсіздік системасын жасайтын боламыз. Яғни фоторезисторымызге жарық түскен, түспеген осы
фотомодуль айнымалысы арқылы білетін боламыз. Input кіріс айнымалысы ретінде аламыз. Және де бізде базер модуль, red, green ол бізде төртеуі output айнымалысы ретінде алынады. Және де біздегі фоторезисторымыз input, және де монитор портты қосу үшін 9600 портты қосуымыз қажет болады. Ол экранға шығару үшін қажет болады. Және де ендігі кезекте біз loop функциясына өтуіміз қажет. Бізде loop функциясын жазу үшін әуелі біз лазерімізді қосуымыз қажет. Digital write деп лазер пенімізді high деп қосуымыз керек, яғни лазерді қосуға команда беруіміз қажет. Ол команда бізде digital write лазер пен high деп, яғни бір деген мағынаны білдіреді. Сол бір деген мағынаны білдіру арқылы лазерімізді қосатын боламыз. Және де бізде қосылғаннан кейін монитор портымызға фоторезистордан алынған данныйды экранға шығаруымыз қажет болады. Ол үшін бізде digital rate, яғни digital rate'імізді ішіне біз фотомодульді жазуымыз керек. Фоторезистордан алынған айнымалымызды біз фотомодуль деп жазып экранға шығаруымыз қажет болады. Және де біз ұмытпауымыз қажет, комментарий ретінде жазып өткенім дұрыс болатын секілді. Digital rate фотомодульден бізде ол return, яғни бізде комментарий жазатын болсақ 0 мен 1-ді ғана қайтарады. Digital rate дейтін болсақ. Егер аналог rate дейтін болсам 0-ден 1023-ге дейін қайтаруы керек еді. Мен digital rate дедім, яғни команданы жеңілдету үшін 0 болатын болса және 1 болатын болса деген мағынаны білдіргім келеді. Және де шарт беремін. Ол шарт бойынша егер if жақшаның ішіне digital rate фотомодуль, яғни digital rate'ім, яғни осы оқыған фотомодульден айнымалым егер мендегі тең болатын болса, ол бізде хайға 1-ге тең болатын болса, яғни мәнім 1-ге тең болатын болса, онда маған қызылды шығар. Яғни біздегі фоторезисторға жарық бармайтын болса, жарыққа тәуелсіз болатын болса, яғни ол кезде біз жазатын боламыз. Және де else болатын болса, ол кезде 0-ді қайтару қажет болады. 0-ге тең болатын болса деген фотомодульдің мәні. Және де if-тің ішіне жазатын боламыз digital write, яғни қызыл түсті жандыр, жасыл түсті сөндір, және де сигнализацияны ойнату қажет болады. Сигнализация дабл қаққышты қосуымыз қажет болады. Digital write green low дейміз. Және де келесі бізде командамыз digital write buzzer model high деп беріп кетеміз. Ол өткені біздегі сигнализацияны шығаруға қажет болады. Яғни резисторымызға лазеріміздің жарығы түспесе, онда ол қауіпті деп саналып, біздегі қызыл жарық диодымыздың қызыл түсімен сигнализация дабл қаққышымыз іске қосылатын болады. Дабл қаққышымызбен қызыл түсіміз іске қосылатын болады. Және де else-ға осы жазған, if-тағы жазған шарттарды керісін жазатын боламыз. Яғни фоторезисторымызға жарық барат тұратын болса, жарық арқылы резистор өзіне жаңағы кернеуді алып тұратын болса, онда қызыл түсіміз, ол кезде жүйе қауіпсіз болады да, қызыл түсіміздің орнына жасыл түсіміз жану керек, және де сигналдың ойнауы қажет емес. Яғни қауіпсіз жүйе ретінде алуымыз қажет. Greenға high деп беріп кетеміз. High деп беріп кетуіміз қажет. Және де digital write деп біз buzzer модульға low деп беріп кетуіміз керек. 0-ді беріп кетуіміз қажет. Өйткені бұл жүйе қауіпсіз екенін көрсетуіміз қажет. Толықтай орындадық. Buzzer модульға low деп беріп кеттік. Және де бүгінгі скетчті орындап болғаннан кейін ендігі бізде компиляцияға беруіміз қажет. Осы компиляцияға бергеннен кейін толық орындалғанын көре аламыз. Яғни ол қаншалықты компиляция орындалғанын көрдік. Компиляция толықтай орындалды. Ендігі кезекте толықтай скетчті біз Arduino Nano микроконтроллеріне жалғауымыз қажет болады. Біздегі платамызды процессормен 6 мега
320 output және портымыз COM6 және де скетчі жүктейтін боламыз. Толықтай скетчі жүктеп болғаннан кейін жүктеліп жатыр. Толықтай жүктелді. Енді біз скетчтің порт мониторын ашып қараймыз. Қазіргі таңда 0 беріп жатыр, яғни жүйе қауіпсіз екенін көрсетіп жатыр. Егер мен лазердегі жарықтың ортасынан кесетін болсам, онда 1 дегенді көрсетті, жаңа көргендеріңіздей. Яғни жарықты лазер мен фоторезистордың арасындағы жарықтан өткім келді. Сол кезде өту барысында менің жолымның қауіпті екенін байқалып, 1 деген сериал порт мониторыңа 1 деген мәнді шығарды. Бұл деп отырғанымыз біз жүйені бақылай алғандығымызда. Яғни бізде қазір жүйе қауіпсіз екенін көрсетіп жатыр, ал міне енді 1 болған кезде қауіпті екенін көрсетті. Дәл осы сіздер скетчі жазсаңыздар болады. Ендігі кезекте біз осы скетчті енді біз USB кабель арқылы құрған схемамызды ноутбукке қосатын боламыз. Ол үшін бізге USB-ді қосу керек болады. Көріп отырғанымыздай, енді біздегі мына жақта көріп отырғанымыздай, біздегі скетчіміз жазылған. Біз оны құйдық. Көрдіңіздер ма? Бізде фоторезисторымыз қызып жатқан жоқ. Сондықтан да бізде дәл қарама-қарсы, яғни қыздыру үшін жасауымыз керек. Мына жерде сіздердің скотчтарыңыз жақсы болатын болса, мына жақтағы енді бекітіп алсақ, дәл осыны қосып алсақ. Оның үшін былай жасасақ қалай болады екен? Біздегі бұл скотчты дұрыстау үшін, біз қайтадан беретін болсақ, қай жерге қойған ыңғайлы болады көрейік. Астыңғы жағына бір үлкендеу қарама-қарсы көріп тұрсыздар ма? Фоторезисторымыз қарама-қарсы болу үшін біз енді осының астына үлкендеу осылай үстіне қоятын болсақ, тағы бір скотчтарды алып келсем мен. Нақты бір скотч алып келейін. Жақтан дәл қарама-қарсы ғана қоятын скотчты біреуін алып келетін болсам. Төнбей жатыр ғана. Тағы бір скотчтарды сіздерде өздеріңіз скотчтарды әкеліп қойсаңыздар болады. Немесе біздегі бір жақсамалы, ол бізде дәл осылай қою. Мақсат осы. Мақсатымыз орындалмай жатыр. Біздегі скотчтарымыз нақты мәндерді берсе деп үміттенемін. Болмаса мынаның астыңғы жағына бекітсек.
бекітіп қоятын болсақ. Мен мынаны былай жасағым келген. Үстінен басқаратындай қылып, қарама-қарсы қойсам дегенмін. Olmasa астынан жасасақ. Енді болды. Көріп отырғандарыңыздай фоторезистормен біздегі лазеріміз қарама-қарсы тұр. Яғни осы екі ортадан өткен кезде біздегі қызыл жанып жатыр, жарық диодымыз және де базер модулымыз сигнализация беріп жатыр. Дыбыс естіп жатырсыздар ғой да? Яғни мен қайтадан өтпеуге тырыссам, онда біздегі фоторезисторым жарыққа тәуелді болғандықтан ол қызады, және де ол оның мәні бойынша ол жарық диодын жасыл түске, яғни базерді өшіреді. Мен қайтадан беретін болсам, көрдіңіздер ма? Өтуге тырысқан кезде лазерден кейін бұл менде қызыл түске және де базерім сигнализация беру тәсілін көрсетіп жатыр. Бұл жүйе музейлерде, мұражайларда көптеген құнды экспонаттарды және де сіздің үйіңізде ақшаңызды немесе тағы да басқа құнды аукционнан алған тағы да басқа құпия заттарыңыз болса, осындай дүниелерді сақтауға арналған қауіпсіздік жүйесін орнатуға болады. Және де бір айта кететін жағдай, бұл фоторезистор жарыққа тәуелді болғандықтан, бұны қараңғы жерде жасаңыздар өте тиімді болады, және де лазеріңізге айнаны, зеркаланы ұштастыру арқылы, қарама-қарсы қою арқылы сіздер лазерді екінші жақтан осы мен бетін жапқан коробканы үсті-үстіне қоюға болады. Айналарды қойып, ол кезде айналарыңызға лазерлер шағылсып әдемі көрініс беретін болады. Сіздер үйлеріңізде істеп көрсеңіздер болады, және де бұл экспериментті қараңғыда істесеңіздер өте жақсы болады деп үміттенемін. Сіздерге сәттілік. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Көп рахмет.